Қайырлы күн достар, каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханның сәнін келтіретін тюльпан самсаның рецептімен бөлісемін. Қараңыздаршы, песочный тестодан жасалынған өте сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер және каналыма тіркеліңіздер. Ең бірінші біз ұнымызды саламыз. Содан соң тоңазытқыштағы осындай сары майымызды үкіштен өткізіп алатын боламыз. Осылай бейнедегідей үкіштен өткізіп аламыз. Майды үкіштен өткізіп алдық. Енді қолымыздың көмегімен крошка жасап аламыз. Яғни ұн мен майды біріктіріп аламыз. Песочный тесто болып шығады. Ұн мен майымызды біріктіріп алдық. Ендігі кезекте тұзымызды саламыз және қопсытқышымызды саламыз. 1 шай қасықтан. Барлық ингредиенттер описание бөлімінен қарай аласыздар. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте 20% сметана қосатын боламыз. Енді жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Дәл осы бейнедегідей осындай песочный тесто жасап аламыз. Қамырымызды өзінің шағын ыдысына салып, бетін пищевой пленкамен орап, 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болды. Арадан 20 минут өткеннен соң, енді қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай колбаса тәріздес қылып, қолымызбен жайып аламыз. Енді теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Осындай кішкентай бөліктерге бөліп алдым, себебі піскеннен соң самсаларымыз 2 есеге ұлғаяды. Енді тура бейнедегідей осылай думалақ шағыламыз. Себебі жаюға ыңғайлы қылып. Енді бәрін осындай тақтайшаға орналастырып шығамыз. Осылай тақтайшаға орналастырып шығамыз. Қамырымызды жаюға ыңғайлы қылып жасап алдық. Бетін пищевой пленкамен орап, холодильникке 30 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте салмасын жасаймыз. Салмасына тартылған ет, ұсақтап турап алған пиязымызды саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды, қара бұрыш қосамыз. Жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Салмасын дайындап алдық.
тоңазытқышта 30 минут тұрды. Қамырымыз дайын. Енді жая берсек болады. Ең бірінші қамырымызды жайып алу үшін аз ғана бөлік ұнымызды сеуіп алып, екі бетін ұнға ұнатып, жайып аламыз. Думалақша тәріздес қылып, жұқа қылып жаямыз. Енді қамырымызды ортасынан кесіп алып, бір жақ бөлігіне салмамызды салып, жақсылап жабыстырып, бейнедегідей осылай айландыра отыра орап шығамыз. Содан соң жақсылап жабыстырып шығамыз. Жақсылап жабыстырыңыздар, ажырап кетпес үшін. Осылай бейнедегідей барлық жерін жабыстырып шығамыз. Үш бұрышты тәріздес болып шығады. Қараңыздаршы, формасы әп-әдемі болып шыққан. Тюльпан деп аталады. Келесі бөлігін көрсетіп жіберейін сіздерге түсінікті болу үшін. Енді бір жақ бөлігін осылай кесіп аламыз, түзу қылып. Енді бір шетіне салмамызды саламыз. Енді осы шетінен ұстап, дәл осы бейнедегідей осылай қайырып, жабыстырып шығамыз. Енді айландыра отырып, тюльпан қылып, формасын жасап аламыз. Вот осы бейнедегідей үстіп бір-біріне қосып жабыстырып, салмасын үстіп ішіндегін реттеп жібереміз қолымыздың көмегімен. Содан соң жақсылап осылай жабыстырып шығамыз. Осылай астыңғы бөлігін жақсылап жабыстырып алды. Осындай әдемі тюльпанның формасы дайын болды. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, осы тюльпанымызды орналастырып шығамыз. Жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Бетіне әсемдігі үшін кунжут немесе мақ қосаңыздар болады. Қалауларыңыз бойынша қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай. Қараңыздаршы, біздің тюльпан самсамыз пісті, дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте қытырлақ, сочный болып шыққан. Каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы рецепттермен бөлісемін. Ендігі бейнеде кездескенше.